Армысыз, ардақты көрермен, бұл сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Айман Болатқызы. Студиямыздың бүгінгі қонағы Алақай Қуыршақ театрының әдебиет бөлімінің меңгерушісі Аманша Адаспаева. Аманша Адаспайқызы, студиямызға қош келдіңіз. Біздер естіп жатырмыз, жақында біздің Ақтөбеміз жалпы қуыршақ театрларының ордасына айналғалы отыр, және міне дәл қазір бағдарламасы әзір екен, менің қолымда қазір бағдарлама бар, және ертеңнен бастап дедіңіз ғой, театр маусымы ашылады екен. Осы жөнінде бізге толығырақ айтып берсеңіз. Қайырлы күн, құрметті ақтөбеліктер. Біздің Алақай Қуыршақ театрында үлкен жаңалықпен ашқалы отырмыз. Күні ертең театрдың 30-шы мерейлі театр маусымын ашамыз. Міне сол маусымның құрметіне 30 жылдық театрдың тарихын көрсететін бүгін біздің қолымызға «Ассалаумағалейкум, Алақай» атты кітабымыз қолымызға түсті. Бұл кітап облыстық мәдениет басқармасының басшысы Нәзира Сәрсенбайқызының жоба жетекшілік етуімен және шығармашылық ұжым ұйымдастырумен мінекей осы кітапты біз 30 жылдың тарихын, яғни театрдың 30 жылдық тарихын бейнелейтін осындай кітапты алып келдік сіздердің назарларыңызға. Бұл фестиваль жалпы қазақ хандығының 550 жылдығына арналып отыр, және Қуыршақ театрының 30 жылдығына арналып отыр ғой. Енді мінекей біздің театр маусымы осында ертең осы кітаптың тұсаукесерімен және жаңа спектаклімізбен ашылғалы жатыр. Енді біздің тағы бір жаңалығымыз «Ассалаумағалейкум» 4-ші бұл өткізілгелі отырған осы қыркүйек айының 21-25-нің арасында үлкен халықаралық қуыршақ театрлар фестивалін өткізіп отырмыз. Енді жаңа өзіңіз айтқандай, қазақ хандығының 550 жылдығына, қазақ халқы ассамблеясының 20 жылдығына, Қазақстан Республикасының Конституциясының 20 жылдығына және өзіміздің театрдың 30 жылдық мерейтойына орайластырып әкеліп осындай бір үлкен өнер мерекесін өткізгелі жатырмыз. Бұл мерекеге біз әрине облыстық мәдениет басқармасы, облыстық әкімдік қолдау көрсетумен біз өзге дамыған елдердің театрларын қонаққа шақырдық. Соның бірі Ресей Орынбор қуыршақ театры, Шубаш Шебоксары қаласынан келеді, Белоруссиядан Гомель қаласынан, және Қырғызстанның Бішкек және Башқұртстаннан, Татарстаннан келіп жатыр. Қазақстанның Көкшетаудан келеді театр. Міне және өзіміз Алақай Қуыршақ театры бас-аяғы 8 театр қатысады. Біз осы фестивальдің ашылу құрметіне бір қала халқына, қала көрермендеріне бір айтатын үлкен жаңалығым. Біз 21-нен бастап қонақтарымыз келе бастайды. 22-сі күні пресс-конференция өтеді театрдың өзінің ғимаратында. Және сол күні түстен кейін біз үлкен қуыршақтар шеруі өткізгелі жатырмыз. Оған бүкіл қаланың бүкіл өнер ұжымы, оқу орындарының студенттері, мектеп оқушылары, жалпы театр бүкіл халық қолдау көрсетіп өткізгелі жатыр. Бұған енді үлкен мереке болады, тамашалауға келгендеріңіз дұрыс деп ойлаймын. Қуыршақтар шеруі бір бірегей көріністе ойлаймын өзім. Жалпы қай жерден қай жерге бұл Әбілқайыр хан қаланың бас даңғылы, Әбілқайыр хан даңғылының бойынан өнер музейінен басталады да тұңғыш президент атындағы саябаққа шейін келеді. Онда бүкіл ұлттар, яғни Қазақстан халқының ассамблеясы болғандықтан біздің әрбір ұлттың өкілдері қатысады. Осы қаладағы, мысалы, диаспора өкілдері. Әрбір соның әрқайсысын біз қуыршақтар киіммен, әрқайсының алдында өзінің сондай мажоретка дейтін неше түрлі жаңағы спорттық жарыстар, әншілер, бишілер алдымызда жүріп отыратын. Сондай бір және мынау қазақ хандығын бейнелейтін мынау ат спорты мекемесінен біз әдейі атпен, аттылы салт атпен қазақ киімдерімен қазақтың батырлары бастап жүреді. Сондай бір ұлттық нақышта толы және халықтың көз қуанышына айналған қуыршақтармен осындай бір керемет шеру өткелі жатыр. Премьералар жөнінде айтсақ, жалпы жаңағы тақырыптар мерейтойларға арналған ғой, тақырыптар сәйкес келеді. Онда былай енді біздер бұдан бірнеше ай бұрын оларға тапсырыс бердік қой, олар бізге жіберді алдын ала. Мінекей әрбір күні әр театр 2 реттен қояды. Біреу фестивальға арналған, біреуі көрермендерге арналған. Біз енді өткенде де айттым ғой, театрдың үлкен ерке театрдың кіші залы бар. Бізде қазір 2 залы бар. Сондықтан көрермендерді кеңінен қабылдай аламыз. Міне фестиваль 22-сі, 23-ші, 24-ші 3 күн қатарынан болайын деп тұр.
Жалпы бұл біздің қала балалар үшін, қала көрермендер үшін тек қана бір қуыршақ театрмен қанағаттанып қалмай, өзге елдердің, барлық елдердің өнерлерін тамашалай алады. Біз бұл жөнінде біздің театр үлкен жаңағы үгіт насихат жұмыстарын жүргізіп, қала мектептерімен, қалалық білім бөлімдерімен, облыстық білім басқармаларымен келісе отырып осындай үлкен шара өткізіп. Келгенше қонақ алады, келгенше есе алады дейді жалпы. Еліміз ғой, енді халықпыз ғой, келген қонақтарды орналастыратын қонақ үйлері, олардың бос уақытын әрбір күн бізде жоспарлаулы. Мысалы, бір күн олар қаланың көрнекті орындарын, музейлерді араласа, бір күн олар демалыс орындарына барады, бір күн жаңағыдай биыл жеңістің 70 жылдығына орай жаңағы алау, естелік алауының жанында кеш өткізеді. Сондай біз әрбір күн өзі жоспарланған. Келген қонақтарды әйтеуір елеусіз қалдырмаймыз, барлық уақыты, сағаты жоспарлап қойдық. Түрлі бағдарлама. Жаңа театр маусымына тоқталып өтсек, қандай премьералар? 30 маусым ашылайын деп отыр. Енді біз биыл 2 спектакль шығарған болатынбыз, бірақ соның біз өзіміздің жергілікті драматург, әдебиетші Гүлжайнар Қалдинаның сезім жібі, Қозғырғыш баян сұлу жырының желісімен қойылған өте көрермен жақсы жылы қабылдады. Сондықтан осы ертең сол сезім жібіне мен бастағалы отырмыз. Және тұсаукесермен, сезім жібі спектаклімен сөйтіп 30 маусымда ашып аламыз да әрмен қарай жұмысымыз жалғастыра береміз. Қазір Алақай қуыршақ театрында жалпы қор қалай спектакльдер, қанша спектакль? Бізде енді қазір осы тұрғанда репертуарда кәдімгі күнделікті жүріп жатқан біздің 30-дан астам спектакліміз бар. Орыс тілінде, қазақ тілінде? Бізде өзіміз бір-ақ труппа жұмыс жасайды. Ол 2 тілде ойнайды. Орыс тілінде, қазақ тілінде де ойнайды. Біздің барлық спектакльдер 2 тілде жүреді. Аударып, аударма тілінде, қазақша болса қазақшаның орысша аударылған түрінде, жалпы барлық спектакль 2 тілде, көрермен қай тілде талап етсе біз сол тілде ойнайды. Жаңағы гастрольдік сапарларға шығып тұру қалай? Әрине, ол енді жыл бойына біздер ауылым алтын бесігім аясында, республикалық акция аясында біздер бүкіл облыстың, бүкіл шалғай аудандарына, ауылдарына шембірамыз. Ырғыздың, мысалы, Құттөкөл, Аржаңда, Құмтоғай, Қарақұдық деген шет жатқан аймақтарына да барып спектакльдер қоямыз. Біз енді облыстың барлық ауданын түгелдерлік ауылдарын аралап болдық. Тек қана облыстың шеттермен көрші Орынбор қаласына барады. Мынау көрші облыстарға Көкшетауда болды өткен жылымыз, Астанада, Петропавлда. Сөзіңіз аузыңызда, жалпы Орынбор деп айтып жатсыз, жаңа біздің Алақай қуыршақ театрының көрші Ресей облыстарымен әріптестік байланысы тығыз екенін білеміз. Осы орайда қазір тағы да басқа қандай облыстарға? Біздер осы тұрғанда енді Орынбормен біз әптегенде өзіміздің қуыршақ театрының репертуарын толықтыруда біз әрине Ресейдің режиссерлерінің байланыс жасап келді осы кезге шейін. Әлі де байланысымыз мол. Өткені екі елдің арасында қазір биыл 15 жылға кетті, біз біргеміз деген тәжірибе алмасу гастрольдері әр кез тоқтаған жоқ, жылма-жыл дамып келе жатыр, өтіп келе жатыр. Қазір енді мына уақытпен бірге аяқ басуымыз керек дейміз ғой, жалпы мына фестивальдің берері не жалпы? Төртінші рет өткізіп жатырсыз. Бұл қалай айтсақ екен, бұл фестиваль деген бір жағынан қарағанда шеберлік мастер-класс дейді ғой, шеберлік сабағы. Өткені бірінен бірі көріп үйренеді. Бір орында тұра бермейді, бақа өз көлшігінде мақтап тұра бермейді ғой, сол сияқты өзге театрлардың бір-біріне үйренерін көреді. Және осындайда енді биылғы жылы біз шақыра алмай отырмыз. Өткен жылдарымыз кәдімгі әлемге танымал, мысалы театр танушылар, театрдың майталман шебер адамдарын шақырып, кәдімгі мастер-класс өткіздік. Қазірде де мынаның келген қонақтардың ішіне бір-бірімен тәжірибе алмасып, шеберлік сағаттары өтеді. Бұл енді көріп білу, бірін-біріне үйрену, бұл өнерде тоқтау жоқ, өнерде үнемі дами беретін нәрсе. Сондықтан үйренері көп деп ойлаймын, фестивальдің берері көп жалпы. Қазіргі Алақай қуыршақ театрының жетістіктері жөнінде қысқаша айтып өтсеңіз? Жетістік деп қалай айтуға болады? Жетістік енді біз биылғы өткен жылдар біз енді халықаралық дәрежелерде танылып жүрміз, бас жүлделер алған кезімізде болды.
биылғы жылы енді жақын арада біз Воронеж қаласында өтетін үлкен бір фестивальға қатысайық деп отырмыз. Мына фестиваль бір жылдың ішінде 2 фестивальға қатысайын деп отыр. Осының бәрі жетістік қой енді. Еңбектеріңізге әрі қарай да табыс тілейміз. Бізге берілген уақыт осымен тәмам болған екен. Құрметті көрермендер, Алақай Қуыршақ театрының ұйымдастыруымен 4-ші Ассалаумағалейкум халықаралық театрлар фестиваліне сіздерді шақырамыз. Балаларыңызды алып келіңіздер бірге, шамалы компьютерден, гаджеттерден, теледидардан олардың да көңілдері ауытқып, осы театрға келіп, сахнадан спектакльдер тамашаласын. Бұл әрине анағұрлым маңызды, анағұрлым берері мол деп ойлаймыз. Студиямызға келгеніңізге Аманша Адаспайқызы үлкен рахмет, алғысымыз шексіз. Уақытыңыз бөліп келгеніңізге біздің бүгінгі эфиріміз тәмам. Аман, саулықта жүздесейік. Рахмет сіздерге.